Ораза ұстай алмайтындардың жағдайы. Ораза ұстауға шамасы келмеген жандарға фидия беру уәжіп. Бұлар ауруларының айығуы үміт етілмеген жандар мен ораза ұстауға шамасы жетпеген қарт кісілер. Олар оразаның орнына әрбір күн үшін бір кедейді тамақтандырады. Фидияны ақшалай беруге де болады. Бір кедейді 30 күн таңда және кешке тамақтандыру, немесе 60 кедейді бір күн таңертең яки кешке тамақтандыру жеткілікті. Құранда Аллах тағала ораза ұстауға шамасы келмейтіндер бір жарлының тамағын төлесін дейді. Ибн Аббас бұл аят жайлы былай дейді: аят кәрі адамдар үшін түскен, оразаны өтеу парыз. Дегенмен кейбір қариялар жоқ жітікті тамақтандыруға шамасы келмесе, Аллахтан кешірім тілейді. Аллах адамға көтере алмайтын жүкті бермейді. Сол секілді жазылмайтын науқасқа да фидияның уәжіп болғаны жайлы ислам фақихтері арасында талас жоқ. Мұндай адам ораза ұстау парыз емес. Оған мына аят дәлел: Аллах сендерге дінде қиыншылық жасаған емес. Алла тұтқан оразаларыңызды қабыл етсін.